Достар, сәлем. Соңғы ТЖБ 490 алгебрадан бірінші нұсқасын қазір қарайық. Екінші нұсқасы да YouTube каналда болады. YouTube каналымызға жазылыңдар, лайк басыңдар, сұрақтарың болса комментарийға қалдырып кетіңдер. Сонымен бастайық. Бірінші нұсқада 6 тапсырма бар, мынандай. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық енді. Біріншісі теңсіздікті шешіңіз. X минус 3 көбейтілген x плюс 4 кіші нөлден. Бұл жерде былай істейсіңдер. Негізі бұл жерде таптайын тұр есеп. Қай кезде нөлге айналып кетеді мынау? X тең 3-ке айналып кетеді. Мына жерде x тең минус 4-те. Сондықтан минус 4-ті алдымен мына жерге белгілеп аласыңдар, 3-те белгілеп аласыңдар. Сосын мына квадратты теңсіздік, өйткені екі жақша x-тар екеу. Тексерсеңдер де болады, жаңағыда аралықтарға бөліп тексермесеңдер де болады. Жалпы мынандай квадратты теңсіздік кездестірген кезде кіші деп тұрса, сендер мына ішін боясыңдар екеуін. Әрине x-тер жақшаның ішінде бірінші тұру керек. Кіші дейсіңдер, сосын жауап минус 4-тен 3-ке дейін деп қоясыңдар. Мен үшін боямадым, байқадыңдар ма? Өйткені жер қатаң теңсіздік, сосын жақшалар жай жақша болады. Минус 4-тен 3-ке дейін деп бұны белгілейсіңдер. Келесі. Мына функцияның графигін пайдаланып, x квадрат минус 2x минус 3 үлкен нөлден теңсіздік шешімін табыңыз. Ол былай. График бізде мына жерден өтеді. Мына теңдіктің белгісін көріп тұрсыңдар, иә? Онда бізде мына жерді бояймыз. Сосын біздің функциямыз, графигіміз нөлден үлкен не тең болу керек. Яғни мына аралық, мынау, сосын мынау. X-тар бойынша біздер мына аралықты жауап береміз. X-тар дейміз да, минус шексіздіктен осы санға дейін, сосын мына саннан плюс шексіздікке дейін. Енді график бойынша бұл жерде әрбір жаңағы клеткамыз бізде 1-ге тең, сондықтан минус 1, 3-ке тең болады. Сонда сендер минус шексіздіктен бастап, минус 1-ге дейін, сосын 3-тен плюс шексіздікке дейін деген жауапты іздейсіңдер ғой. Ол бізде мынаған сәйкес келетін сияқты. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, бірақ мына жерде жай жақша екен. Мына жерде енді қателесіп қалыпты, тік жақша ғой. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін тік жақша, сосын 3-тен плюс шексіздікке дейін екеуін біріктіру, иә, тік жақшаның жауап да болады. Теңсіздіктің бүтін шешімдерін табыңыз. Бұл жерден теңсіздік шешу керек. Алдымен 2x квадрат минус 7x минус 4 тең 0 дейсіңдер, кәдімгі квадрат теңдеу шығарып аласыңдар. Дискриминант 7 квадраты минус 4, 2 минус 4 деп тең 49 плюс беретін жерге. Сөйтіп 32 дейсіңдер, 81 дейсіңдер. Сосын x1 7 қосылған 9 бөлінген 4. Сосын 16, 4 болады бірінші. Екіншісі 7 азайтылған 9 бөлінген 4. Минус 2, 4, минус 2-ден 1 болады. Сосын сандық түзу саласыңдар кәдімгі мына жерге. Минус 2-ден 1 бояймыз. Сосын мына жерге 4-ті бояймыз. Енді айтып бағанымыздар. Теңдеу, квадрат теңсіздік, және мына x квадраттың алдында таңбасы плюс 2 болып тұр. Сондықтан кіші болатын болса, сендер мына арасын бояйсыңдар. Енді кімге қалай ыңғайлы? Мысалы, кейбіреулер алады да, мында аралықтарға бөледі. Мына жерде тексереді, сосын теңсіздіктер мына жерде плюс, минус, плюс, минус, плюс болады. Бізге минустар керек өткені нөлден кіші, сондықтан ортасын бояймыз. Кімге қалай ыңғайлы? Негізі шаблон бойынша мына бірден ортасын бояй берсеңдер болады. Енді осы аралықта минус 2-ден 1 мен 4-тің арасында бүтін шешімдерін табу керек. Ал 0 бірінші сан кездесетін, сосын 1, 2, 3 болады, 4 болады. 4-тің өзі шешімге кіреді. Міне осы сандар болады жауабы. Келесі, теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Алдымен былай істейік. X-тар бір жаққа, сандар бір жаққа. Мен жерден бастайын. 8x минус x дейміз. Кіші минус 1 қалады ар жақта. Сосын мына минус 2-на жаққа өткізесіңдер, ол плюс 2 болып барады. Сосын 2x квадрат минус x минус 1-ді көшіре салайық әзірше. Оны қазір квадрат теңдеу шығарамыз. Сосын мына жақта 7x кіші 1-ден болады. Ал енді мынаны шығара салайық. Мына жерде x квадрат минус x минус 1 тең қазір былай болады. Мына жерде 2x минус бірінші түбір, x минус екінші түбір. Жіктейміз ғой біздер, иә, естеріңде болатын болса, осылай жіктеледі квадратты үшінші. Сондықтан, мен мына жерге дискриминант теңнің алдында 1 тұр, сондықтан 1 квадрат минус 4 көбейту 2 көбейту минус 1 болады. 9 болады мына жерде. Сөйтіп 1 тең, x1 тең, 1 қосылған 3 бөлінген 4 дейміз, ол бірінші жауап 1 болады. Екінші жауап минус 2-ден 1 болады. Сөйтіп, мына жерге қоямыз оларды. Мына біріншісін 1 қоямыз, екіншісін минус 2-ден 1 болғандықтан плюс 2-ден 1 болып кететін жер. Ары қарай, сонда мына жерге біздер мынаны көшіреміз. 2 дейміз, x минус 1, x плюс 2-ден 1 деп. Кішіне тең 0-ден.
Мына жерде бізде жауап не болып жатыр? Екі жағында 7-ге бөлсек, 7-ден 1-ден кіші болады. Ал енді мынаны көшіреміз қайтадан x минус 1, x плюс 2-ден 1-ден кіші не тең 0-ден деп. Болды, сандық түзу саламыз, бірінші теңдеуге саламыз, қазір теңсіздікке, сосын екіншісіне саламыз. 1-ді мына жерге белгілеп қойып, қоямыз. Өйткені мына жерде теңдіктің белгісі бар. Сосын минус 2-ден 1, мына түбірлер ғой, осыларды белгілеп жатырмыз. Минус 2-ден 1, сосын 7-ден 1. Ол арасында болады шамамен, иә? Оны боямаймыз. Сосын 7-ден 1-ден кіші болатын болса, сандардың мына жақта орналасқан ғой. Мына жақта квадрат теңсіздік, біздер бағана бері айтып отырмыз, үшінші есеп кіші болса, біздер мына үшін боямыз. Сосын осы үш нүкте арқылы мынандай түзулер жүргізесіңдер. Сосын қарайсыңдар, қай аралық үстінде де астында да боялған. Ол минус 2-ден 1 мен 7-ден 1 аралығы. Мына жақта квадратты жақша, тік жақша, мына жақта жай жақша. Болды, осы болады мен жауап. Келесі, теңсіздік шешіңіз. Бұл жерде тура жаңағыдай x қай кезде 0-ге айналады. Сол нүктелерді тауып алуымыз керек. Мына квадратты нүктені, квадрат үшіншені біздер формула арқылы былай жазып алсақ болады. X минус 4-тің квадраты деп. Кіші не тең 0 дейміз. Сосын 0-ге айналатын сандар ол мына жерде x тең 4-ке, x тең 0, сосын мына жерде x тең 3-ке. Осы сандарды біздер қазір мына жерде белгілейміз. Ең кіші сан әрине 0 болып тұр. Сосын 3 болады, сосын 4 болады. Байқасында 4-ті боямадым, өйткені астында 4 деген санның өзін алатын болсақ, бұл 0-ге тең болып қалған, 0-ге бөлуге болмайды. 4-ті белгілейміз, бірақ 4 санның өзі кірмейді шешімге, сондықтан осыны боямаймыз мына жерде. Сосын анда аймақтарға бөлеміз. Сосын әр аймақтың таңбасын анықтаймыз. Мына жерден 5 деген санды аламыз да қоямыз. Енді 5 квадратқа қоймасақ та болады, өйткені ол теріс сан болсын, оң сан болсын, бәрі квадрат қой, сондықтан оң санды береді ол. 3 азайтылған 5 теріс сан болады. Мына квадратқа да қоймай қойсақ болады. X квадрат, x минус 4-тің квадраты, ол да бәрі бізге оң санды береді. Сондықтан тек 3 минус x-қа қоямыз, болды. Ол жерде теріс санды береді. Сосын екіншісінде 3 жарымды қойсақ, тағы да теріс санды береді. Мына жерден 2, 0 мен 3-дің арасында 2 деген санды қойсақ, плюс береді. Сосын мына жақтан плюсті береді. Бізге теріс жақтар керек, өйткені кіші не тең 0-ден болып тұр. Сондықтан жауап былай болады. 3-ден бастап 4-ке дейін 3 шешімге кіреді, 4 кірмейді, сосын 4-ден бастап плюс шексіздікке дейін болады шешім. Міне осылай жазасыңдар. Келесі теңсіздік жүйесін шешіңіз. Мына жерде квадрат теңсіздік 0-ден үлкен болу керек, мына жерде квадратты теңсіздік кіші 0-ден дейді. Бұл жерде қазір мына x квадрат минус 3x плюс 4 тең 0 деп дискриминант шығаратын болсаңдар, 9 минус 4 көбейту 4 минус сан шығып жатыр. Дискриминант 0-ден кіші. Достар, мына жерде былай болады енді. Естеріңде болса, егер дискриминант теріс дискриминант 0-ден кіші болатын болса, онда ол біздің графикті кесіп өтпейді. Графикқа қарайтын болсаңдар, мысалы шамамен андай график болады. Яғни мына x осымызды кесіп өтпейді, оның түбірлері жоқ дегенді білдіреді. Бірақ бізде теңсіздік 0-ден үлкен дейді. Я, ол қашанда минус шексіздіктен плюс шексіздіктен кез келген сан қойсаңдар, осы график жоғарыда тұра береді бәрі. Ол x-ға тәуелді емес былайша айтқан кезде график оң мәндерді бере береді. Сондықтан бірінші теңсіздіктің шешімі минус шексіздіктен плюс шексіздік ол жерде кез келген сан болады. Ал екінші теңсіздігіміз үшін ол x минус 4, x плюс 4. Осы аралықтарда болады шешімі қазір. Мысалы, боямызда минус 4, сосын плюс 4 былай боямыз. Квадрат теңсіздік кішіне тең болса арасын боясыңдар. Болды, осы шешім. Мына шешімге қарамаймыз, өйткені бұл жерде кез келген x болады, а мынау бізде минус 4 пен 4 арасында болады жауап. Квадратты жақша, тік жақша болады. Міне осындай болады жауап. Достар, екінші нұсқасы біздің YouTube каналда, сол жерден қарап аласыңдар. Сұрақтарың болса комментарий қалдырып кетіңдер. Каналға жазылып лайк басып қойыңдар.